Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір біз қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы сан есім. Оқу мақсаттары, сөз таптарын, сан есімді ажырату. Күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу. Дерек көздерден мәліметті табу жолын анықтап, тақырып бойынша мәліметті іріктеу. Ал балалар, сан есім дегеніміз не еді? Осыны еске түсіру үшін бейнероликті тамашалаймыз. Ай мектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. Он 1-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Ал балалар, бейнероликті тамашалап болсақ, енді тапсырмалар орындаймыз. Бізге мәтін берілген. Теңіз көлі Ақмола облысының аймағында орналасқан. Көлге Сарыарқадан басталатын Нұра өзені келіп құйылады. Тереңдігі 3 метр. Теңіз көлінде 60-ға жуық кішігірім аралдар бар. Бұл жерде балықтардың 10, сүтқоректілердің 35 түрі кездеседі. Балалар, бұл мәтін Қазақстанның өзен көлдері кітабынан алынған екен. Балалар, осы мәтінде бізге ерекшеленіп тұрған аймақ деген сөзі бар. Ал енді аймақ деген сөз белгілі бір жерді айтады. Мысалы, Теңіз көлі Ақмола облысының аймағында орналасқан. Балалар, бізге осы мәтіннен сан есімдерді тап дейді. Сан есімдерді табу үшін біз бірінші сұрақ қоямыз. Тереңдігі неше метр? Қанша аралдар бар? Қанша балықтардың түрі бар? Сүтқоректілердің қанша түрі кездеседі? Бұл жерде 3, 60, 10, 35 деген сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Ал балалар, келесі тапсырманы орындаймыз. Өлеңді мұқият оқып, сан есімдерді тап дейді. Бір топ бала туғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір ал сені, бала саны қанша еді? Ал балалар, сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет оқып беремін. Бір топ бала туғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір ал сені, бала саны қанша еді? Ал балалар, бұл жерде бізден
балалардың санын сұрап тұр екен. Ал балалар, біз математикадан көбейту және бөлу амалдарын өткен болатынбыз. Енді балықтың жалпы саны 15. Біз 15-ті 3-ке бөлеміз. Сонда мәні нешеге тең болады? Жарайсыңдар, өте тамаша, 5 болады. Сонда біз 15 балықты 3-ден 5 балаға бөліп бердік. Балалар, ребусқа назар аударамыз. Қандай сөз шығады? Бір қазан. Бұл жерде бір қазан деген сөз шығып тұр. Бұл құстың атауы. Балалар, бір қазан деген қандай құс? Қай жерде тіршілік етеді? Бұны біз әртүрлі интернет желісінен біліп алуымызға болады. Ал балалар, енді сабақты қорытындылау мақсатында тестке назар аударамыз. Бірінші, заттың санын білдіретін сөзді тап. А. Зат есім, Ә. Сын есім, Б. Сан есім. Екінші, сан есімнің сұрақтарын белгіле. А. Қандай, қай. Ә. Қанша, неше, нешінші. Б. Не істеді, қайтты. Үшінші, сан есімді тап. А. Сана, оқы. Ә. 20, 300. Б. Биыл, былтыр. Балалар, осы тестке жақсылап жауап беретіндеріңізге мен сенімдімін. Ал балалар, енді үйге тапсырма аламыз. 28-ші жаттығу 106-шы бетте өлеңді көшіріп жазып, сан есімді тауып астын сызамыз. 29-ші жаттығу 107-ші бетте өз туған өлкеңде, өзіміздің туған жерде не барын жазу, толықтыру. Ол үшін үлкендердің көмегіне жүгінуімізге болады. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.